Жылыжай шаруашылығы курсы 4 бөлімдерден тұрады. Бірінші бөлім көкөністер адамның дұрыс тамақтанудың маңызды құрамдас бөлігі болып саналғандықтан, дұрыс тамақтанудың негізгі шарттарының бірі жыл бойына жаңа піскен көкөністерді үнемі тұтыну. Қорғаулы жер маусымнан тыс уақытта көкөніс және басқа да ауыл шаруашылығы дақылдарын өсіруге пайдаланатын, өсімдіктерге қолайлы жасанды микроклиматы бар арнаулы құрылыстар немесе жер учаскесі. Қорғаулы жердің негізгі міндеті күзде, қыста және көктемде көкөністер өндіру, ашық жер үшін көкөніс дақылдарының көшеттерін өсіру. Қорғаулы жер өсіру құрылыстары жылыжай, булыжай және жылтылған болып бөлінеді. Солардың даму кезеңдері: жылыжайлар ең жетілген өсіру құрылыстарының бірі. Мұнда өсімдік тіршілігінің барлық факторларын, сондай-ақ өнімділікті де реттеуге болады. Жылыжайдың қорғаулы жердің басқа құрылыстарынан айырмашылығы, мұнда барлық технологиялық процестерді сонымен бірге автоматтандыруға да болады. Екінші бөлім жылыжай конструкциялары туралы. Ол бір жақты, екі жақты құламалы, ангарлы, блокты болып бөлінеді. Жылыжай жарық өткізгіш жамылғыларының түрлері бойынша шыныланған, әйнектелген, пленкамен және қатты полимерлі жадығаттармен жабылғаны туралы. Өсіру технологиясы бойынша сөрелі, стеллажный деп айтады, сөресіз, жерде гидропонды жылыжайлар, фитотрондар және қозы құйрық шампиньон өсіретін туралы бөлім. Жылыжай грунттары органикалық шымтезек, кокос субстраты, ағаш үгіндісі, органикалық минералды, олар араластар және минералды, оған перлит, вермикулит, минералды мақта субстраттар туралы жатады. Үшінші бөлім көкөніс өсімдіктерінің өсу кезінде жаңағы су пайдалану жүйесі даму туралы ретінде қызмет етеді. Гидропоникалық дақыл әдісін қолданған кезде оның сапасы маңызды фактор болып табылады. Төртінші бөлім жылыжайда ең маңыздысы микроклимат. Оған жататын температура, жарық, су, ауа, ылғалдылық және қоректену жүйесі. Және өсімдікті күтіп баптау, ол микроорганизмдерден, зиянды ағзалардан қорғау, күтіп баптау, қалыптастыру және өнімді жинау.